20 маусымға арналған күнделікті нақты, сапалы жұлдыз жорамал. Күнделікті жұлдыз жорамалыңызды бірінші болып есту үшін арнаға жазылып, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Сонда сіз бірінші болып естисіз. Лайк басып пікір қалдырсаңыз қуанып қаламыз. Тоқта шығармашылық қабілеттеріңіз күтпеген қырынан ашылып, көптеген маңызды мәселелерді шешуге көмектеседі. Көптеген тоқтылар бәрін тығырыққа тіреген тапсырмаларды ерекше тәсілмен шешіп шығады. Ескі таныстардан хабар болып, олар сіздің ісіңізге көп көмек көрсете алады. Егер сіз біраздан бері басшылықпен белгілі бір мәселелерді талқылағыңыз келіп жүрсе, дәл қазір ең оңтайлы уақыт. Өзара түсіністікке күткеннен де тезірек қол жеткізесіз. Күтпеген жағымды жаңалықтар келуі мүмкін. Алған ақпаратыңыз сіздің маңызды бәсекелік артықшылығыңызға айналады. Күннің екінші жартысында оқиғалар кенеттен өзгеріп, қызықты таныстықтар мен сәтті жағдайлар орын алады. Кешке қарай тағдыр сізге күтпеген кездесулер тақырыбында шағын квест дайындаған сияқты. Метро маңында немесе кофеханада кезіктірген адам ерекше қызықты әңгімелесуші болып қана қоймай, әлдеқайда маңызды адамға айналуы мүмкін. Үйге қайтар жолыңыз 2 сағаттық серуен мен шынайы әңгімеге ұласуы ғажап емес. Жаңа таныстар сәлем сау бол деңгейінде қалмай, уақыттың қалай өткенін байқатпай, өмірлік жоспарларыңызды талқылауға дейін апаруы мүмкін. Сол сәтке сеніңіз, ең жарқын оқиғалар дәл осылай басталады. Торпақ бүгін бірнеше істі қатар атқаруға тура келеді, және сіз бұл тапсырманы тамаша орындайсыз. Көптеген торпақтар үй шаруасы мен жұмыс мәселелері арасында жылдам ауысып, оңай бейімделе алады. Бұған зейін қою мен басымдықтарды дұрыс қою қабілетіңіз көмектеседі. Көптен күткен маңызды жаңалықтарды естуіңіз мүмкін. Өкілдердің немесе сенімді әріптестердің кеңестері пайдалы болады. Қазір қолданбасаңыз да, олар кейін есіңізде сақталып, қажетті сәтте көмектеседі. Шабытпен онда сізге бұрын кездесіп көрмеген тақырыптарды да оңай меңгеруге көмектеседі. Жаңа бастамалар үшін өте сәтті күн, әр қадамыңызды сәттілік сүйемелдейді. Дегенмен тек сәттілікке сеніп қалуға болмайды, біраз күш салуға тура келеді. Бірақ бұл күш-жігеріңізге өкінбейсіз. Үйде тыныш кеш өткізу жоспарыңыз күрт өзгеруі мүмкін әрі жақсы жаққа. Біраздан бері хат-хабар алмасып жүрген адам кенеттен босап кездесуге мүмкіндік туады. Бұл тағдырдың виртуалды флиртті шынайы кездесуге айналдыруға беріп тұрған белгісі. Тым бастамашыл болып көрінем деп қорықпаңыз, сіздің батылдығыңыз өзіне сенімділік ретінде қабылданады. Бірінші кездесу мінсіз өтпесе де, екеуіңіз үшін ұмытылмас болады. Бұл жүрек істеріндегі табыстың жартысы. Егіздер маңызды істерге неғұрлым тезірек кіріссеңіз, соғұрлым жақсы. Егер кейінге қалдырсаңыз, бәрін үлгермей қалу қаупі бар. Көптеген егіздер таңертең ерекше сенімді әрі шешен болып, кез келгенмен тиімді шарттармен келісімге келе алады. Болашаққа жоспар құруға қолайлы уақыт. Жаңа қызықты мүмкіндіктер ашылады, оларды дер кезінде байқау маңызды. Күн соңына қарай шаршау мен ашушаңдық пайда болуы мүмкін. Отбасы ішінде немесе сүйікті адамыңызбен аздаған түсініспеушілік туындайды. Егер шыдамдылық пен нәзіктік танытсаңыз, бәрі оңай шешіледі. Ұсақ түйекке шүйлігіп жақындарыңызды негізсіз сынамаңыз. Кешке қарай сүйіктіңіз маңызды мәселелерді талқылағысы келсе, ал сіз тек диван мен сериал жайлы армандап отырсаңыз, сабыр сақтаңыз. Ұсақ реніштерді үлкен драмаға айналдырмаңыз, кейде бір құшақтасу ұзақ түсіндіруден пайдалырақ. Кешкі жанжалдан құтылудың ең жақсы жолы бірге жағымды іспен айналысу. Пицца тапсырыңыз, күлкілі фильм көріңіз, немесе жай ғана серуендеп қайтыңыз. Бүгін үнсіз түсіністік мың сөзден артық. Шаян бастапқыда күн сәтсіз сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ ерте берілмеңіз, бәрі тез арада жақсарады. Таңертең кейбір шаяндар титтей нәрсеге ренжіп, болмашыға мән беріп, басына көрмей қалуы ықтимал. Сондықтан күрделі, жауапты істерді бірден бастамаған жөн. Қарапайым әрі таныс істерден бастаңыз, бұл сізге дұрыс көңіл-күйге келуге көмектеседі. Күннің екінші жартысында күш-қуатыңыз артып, жаңа нәрсе жасап көруге ынтаңыз оянады. Мәселелерді шешудің тың жолдарын іздеп көріп, сәтті нәтижелерге қол жеткізесіз. Бірлескен жұмыста жақсы өтеді.
Бұрын араларыңыз суып кеткен адамдармен қарым-қатынасты қайта қалпына келтіруге мүмкіндік туады. Бұрынғы махаббаттан біреу есіңізге түсіп, тіпті қайта байланысуға қадам жасалуы ықтимал ортақ таныстар арқылы не әлеуметтік желіде. Және сіз бұл қарым-қатынасты қайта бастаудан бас тартпауыңыз да мүмкін. Бүгінгі күн сезімдерден емес, дұрыс уақыттың болмауынан үзілген қатынастарға екінші мүмкіндік беруге арналғандай. Алғаш болып татуласуға талпыныңыз, бүгінгі күні мақтаныш жақсы кеңесші емес. Әлдеқашан айтуға тиіс болған әңгіме үшін таптырмас сәт болуы ықтимал. Арыстан көптеген мүмкіндіктер ашылады, бастысы соларды дер кезінде пайдаланып үлгеру. Көптеген арыстандар өте табысты келісім шарттар жасай алады, және мұнда олардың күшейген тартымдылығы үлкен рөл атқарады. Сапарлар әсіресе алыс және ұзақ мерзімділері сәтті өтеді. Тиімді ұсыныстар түсуі мүмкін, оларды көп ойланып жатпай қабылдаған жөн. Адамдарды өзіңізге тарта аласыз. Тіпті бұрынғы қарсыластарыңыздың өзі сіздің жағыңызға шығуы мүмкін. Маңызды мәселелерді басшылықпен де, жақындарыңызбен де талқылауға қолайлы уақыт. Түсіністікке жету әлдеқайда оңай болады. Қызметтік арман басталуы да мүмкін, бірақ бұл сіздің мансапыңызға кедергі болмайды. Жұмыс пен жеке өмір күтпеген түрде тоғысуы мүмкін. Біраздан бері көз қырын салып жүрген әріптесіңіз сіздің қызығушылығыңызды байқап, ол да сізге бейжай қарамайтыны анықталады. Кәдімгі жұмыс әңгімесі аяқталған соң кофе ішуге ұсыныс түсуі мүмкін. Кеңседегілер не дейді деген уайымға салынбаңыз, ең мықты жұптардың бірі көбіне әріптестерден шығады. Сезімдерге өз жолын беріңіз. Бекеш. Бүгін көп нәрсеге қол жеткізе аласыз, бірақ оған көп күш жұмсауға тура келеді. Ақылмен әрекет етесіз, ал бұл үлкен артықшылық. Алдын ала ойлау және сақтық сізді көптеген қиындықтан құтқарады. Шетелдік серіктестермен байланыс орнатуға тамаша күн. Өз ұсыныстарыңызды батыл айтыңыз, басшылық сізді қолдайды. Көптен таныс, сенімді адамдардың көмегімен кез келген идеяны жүзеге асыра аласыз. Отбасы мүшелері сіздің істеріңізге араласқысы келуі мүмкін. Егер оларды өз бетімен жіберсеңіз, бұл жағымсыздыққа келуі мүмкін. Ал егер нақты көмек сұрасаңыз, нәтижесі өз күткеніңізден де асып түседі. Осылайша өзіңізге қызықты істер мен демалысқа уақыт босата аласыз. Соңғы бірнеше апта бойы армандап жүрген тыныш әрі романтикалық кеш өткізуге мүмкіндік туады. Кенеттен болмаған жоспарлар сізге импровизацияланған кездесу ұйымдастыруға жол ашады. Жай ғана серуендеп, уақытқа қарамай әңгімелесудің өзі ерекше ләззат сыйлайды. Қарым-қатынаста болсаңыз, серігіңізге тосын ұсыныс жасаңыз. Жаңа дәмханаға бару, бейтаныс ауданды аралау, немесе балконда шағын пикник жасау. Қарапайым қуаныштар кейде қымбат қызықтардан да артық. Таразы, бүгін сіз басқаларды тамаша түсініп, бұл қасиет арқылы елеулі жетістіктерге жете аласыз. Көптеген таразылар өз беделін нығайтып ең жақсы қырынан көрінеді. Жұмысқа немесе бизнесті дамытуға байланысты қызықты ұсыныстар түсуі мүмкін. Бастапқыда сізге салқын көзбен қарағандармен де келісімге келу оңайға түседі. Ықпалды қолдаушылардың пайда болуы ықтимал. Сапарлар мен сапарлар, әсіресе алыс және ұзақ мерзімділері сәтті өтіп, жақсы нәтижелермен қатар жарқын әсер сыйлайды. Табыс көзіңізді едәуір арттыру мүмкіндігі туады, бірақ бұл үшін біраз тер төгу қажет. Кеш бұрыннан көріспеген туыстармен кездесуге, шынайы әңгімеге қолайлы уақыт. Байланысы үзіліп кеткен танысыңыздан тосын жаңалық немесе жағымды белгі алуыңыз мүмкін. Ескі сезімдер әлі де сақталған болуы ғажап емес. Ал сіздің жүрегіңіздің түкпірінде де бір нәрсе қалған шығар. Қорытынды жасауға асықпаңыз, осы сәтті жай ғана сезінуге рұқсат беріңіз. Ал егер қарым-қатынаста болсаңыз, бұл күн серігіңізбен шынайы, жылы әңгіме үшін таптырмас мүмкіндік, ренішсіз, кінәлаусыз, тек жақындасу үшін. Саршаян, таңертең маңызды шаруаларды жоспарламаңыз. Эмоцияны бақылау қиынға соғып, бұл айналаңызбен қарым-қатынасқа әсер етуі мүмкін. Көптеген саршаяндарға таныс, күнделікті істермен айналысу пайдалы болады. Бұл көңіл күйді көтеріп, артық уайымнан арылуға көмектеседі. Тіпті үнемі жақсы түсінісіп жүрген адамдармен де тіл табысу қиындай түседі. Уақытша қаржылық қиындықтар болуы мүмкін, бірақ сіздің сақтығыңыз бен алғырлығыңыз бұл кедергіден сүрінбей өтуге көмектеседі.
Күннің екінші жартысында оң тенденциялар күшейеді. Ықпалды тұлғалармен немесе шетелдік серіктестермен пайдалы байланыс орнатуға мүмкіндік туады. Бұл аса мән бермеген дағдыларыңыздан пайда табу жолын табасыз. Кәдімгі іскерлік байланыс күтпеген сезімге айналуы мүмкін. Бірлескен жоба немесе шығармашылық жұмыс сізді серіктесіңізге жақындатып, тек кәсіби қызығушылық емес, басқа да сезімдер оянады. Жұмыс орнындағы жеңіл флирттен қорықпаңыз, қызықты махаббат хикаялары көбіне осылай басталады. Бастысы шекараны сезіну және оқиғаларды жеделдетпеу. Сезімдер өз бетімен дамуға тиіс. Мерген қорқынышты ысырып қойып, бұрын батылыңыз жетпеген істерге кірісетін сәт туды. Шығармашылық қабілеттеріңіз ашылып, бұрын кездеспеген мәселелерге де ерекше шешім таба аласыз. Көптеген мергендер бүгін сабырлы әрі ақылды әрекет етіп, қателіктерден аман өтіп, зор жетістікке жетеді. Іскерлік байланыстарды орнатып, нығайту үшін қолайлы күн. Айналаңыздағылар сізге көмектесуге дайын, қажет сәтте ыңыраға келіп қолдау білдіреді. Жаңа нәрсе үйренуге таптырмас уақыт. Бүгін алған білім болашақта міндетті түрде кәдеге жарайды. Жақындарыңыз үй шаруасын өз мойнына алып, сізге еркіндікпен демалыс сыйлайды. Бұл романтикалық кеш өткізуге тамаша мүмкіндік. Егер сізде жұп болса, екеуіңізге ғана арналған тыныш, жайлы кеш ұйымдастырыңыз. Дәмді тамақ, жағымды музыка, шынайы әңгіме. Жалғыз жүрген мергендер бүгін сізді қызықтыратын адамды кездесуге шақыруға тамаша сәт. Бірлесіп уақыт өткізуге қатысты ұсынысыңыз жылы қабылданады. Тәуешкі бүгін сізге күрделі мәселелерді шешуге тура келеді, ал бұл жолда сізге ақыл, тәжірибе және практикалық ойлау қабілетіңіз көмекке келеді. Көптеген тәуешкілер айналасындағы адамдардың сеніміне оңай ие болады. Бұрын қарсы болғандар одақтасыңызға айналады. Пайдалы таныстар орнатып, тиімді келісімшартта жасайсыз. Келіссөздер жақсы өтеді, бірақ бейресми ортада сөйлескен дұрыс, бұл өзара түсіністікке жылдам жетуге көмектеседі. Жалғыз әрекет еткеннен гөрі бірлескен жұмыс әлдеқайда нәтижелі болады, сондықтан бәрін өзіңіз істеп тастауға тырыспаңыз. Кеш адамдармен белсенді араласуға, жаңа таныстықтарға өте ыңғайлы. Әңгіме дүкен құрудан ләззат алып қана қоймай, болашақта қажет болатын пайдалы байланыстар орнатасыз. Көптен бері мазалап жүрген маңызды мәселелерді жақындарыңызбен талқылауға таптырмас сәт. Бұрын уақыты келмеді деп кейінге шегеріп жүрген әңгімені бастайтын уақыт келді. Айтқаныңыз дұрыс қабылданып, тыңдаушы сіздің сезіміңізге құрметпен қарайды. Ашылудан қорықпаңыз, шынайылық терең әрі сенімді қарым-қатынастың негізі. Ең бастысы әсер қалдыру емес, жүректен сөйлеу. Су құйғыш бүгін барлық іс бірден сәтті бола бермеуі мүмкін. Таңертең тіпті сенімді серіктестермен де келіспеушілік туындауы мүмкін. Кейбір жоспарлардан бас тартуға немесе кейінге шегеруге тура келеді. Икемділік пен жағдайға қарай бейімделу қабілетіңіз өте маңызды болады. Кейбір су құйғыштар әр нәрсеге уайымдап, соның кесірінен көңіл күйі нашарлайды. Эмоцияның жетегінде жүріп маңызды шешім қабылдамаңыз, бұл қателікке апарады. Күн ірі жобаларды бастауға қолайсыз. Бірақ бұрыннан жиналып қалған істерді аяқтап, үй шаруасын ретке келтіріп, қателіктерді түзету үшін қолайлы уақыт. Айналаңыздағы адамдар сізді ұсақ-түйекпен жиі алаңдатып, зейін қою қиынға соғуы мүмкін. Шаршаған күннің соңында жақын адамнан қолдау табу ең жақсы ем. Қиын күн болды ма? Қорықпай менімен бірге болшы немесе тыңдап жіберші деп сұраңыз. Осындай қарапайым өтініш керемет, әсерлі кештің бастамасы болуы мүмкін. Өз әлсіздігіңізді көрсету ұят емес, бұл сіздің адами табиғатыңыз. Осы шынайылықпен жақындық сізді серігіңізбен бұрынғыдан да жақын ете түседі. Супер қаһарман болуға ұмтылмай-ақ қойыңыз, жан жылуы мен түсіністік бәрінен де қымбат. Балықтар бүгін көптеген бастамаларда сәттілік серік болады, әсіресе бар күшіңізді салсаңыз. Кейбір балықтар мойнына қосымша жауапкершілік алып, өзіне бейтаныс міндеттермен айналысуы мүмкін. Келіссөздер табысты өтеді, сіздің сөзге шеберлігіңіз жарқырап көрінеді. Ұзақ мерзімді серіктестікке жол ашатын пайдалы таныстар мен келісімдер жасайсыз. Жаңа қызықты мүмкіндіктер пайда болады, оларды уақытында пайдалану маңызды. Сіз адамдармен ашық, шынайы сөйлесіп, кез келгенмен ортақ тіл таба аласыз.
Энергияңыз мол, ал бұл тапсырмаларды орындап қана қоймай, болашақ табыстың берік негізін қалау үшін жеткілікті. Егер қарым-қатынас сіз үшін маңызды болса, бүгін бос сөз емес, нақты әрекет күні. Бірлесіп істейтін нәрсе ұсыныңыз, жаңа тіл үйрену, демалысқа жоспар құру, немесе би курсына жазылу. Мықты қатынас бірге жасалатын нақты қадамдар арқылы қалыптасады. Ортақ жоспар құруға деген ниетіңіз сіздің шынайы сезімдеріңіздің дәлелі.